Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен көктемге орай көк самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет шпинат, жалбыз және де сарымсақтың осындай жасыл шөптері қажет болады. Және де кәдімгі пиязымызды да ұмытпаймыз. Ең алдымен пиязымызды жіңішке етіп турап бастаймыз. Толық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдырамын. Және де бұл жерде массасы өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Пиязымызды да майдалап турап болдық. Келесі кезекте біз шпинатымызды осылай майда етіп турап аламыз. Әдемілеп. Сіздерге көктемге орай кішігірім осылай асмыр жасағым келді. Даусымен тыңдап көріңіздер. Ал енді жалбызымызды да дәл солай етіп турап шығамыз. Ал енді бізде сарымсақтың жасыл шөптері. Мұны кез келген жерден таба аласыздар. Ал бізде аулада өсіп тұрған, сол үшін оны да қосуды жөн көрдік. Ал сіздер оның орнына көк пиязды да пайдалансаңыздар өте дәмі керемет болып шығады. Мінекей бізде барлығын турап болдық, әдемілеп, көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді бұны кішкене май қойып, азғантай уақытта қуыратын боламыз. Одан соң 4-5 картопымызды суға қайнатып, әдемілеп езіп, оны да ішіне қосып жібереміз. Бұл бізде дәмі тағы да ерекшелене түседі. Ескертетін жайт, начинкасын қатты қуырып жібермеңіздер, 3-5 минут аралығында қуырсаңыздар да жеткілікті. Одан соң біз жұмсақ етіп, қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде қамырымыз дайын болды. Енді оны зуалыларға бөліп, тындыруға алып қоямыз. Мінекей бізде 10-15 минут тындырылды. Енді әдемілеп үлкен етіп жайып, осындай формаларда кесіп алатын боламыз. Бұл былайша айтқанда еріншек самса десек те болады. Оп-оңай және өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге арнам ұнап жатқан болса, арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мінекей жаңағы кесіп алған бөліктерімізге енді начинкасын салып, шеттерін әдемілеп басып шығатын боламыз. Шаншқының көмегімен де бассаңыздар әдем болып қуырылып шығатын болады. Мінекей салып болдық. Енді оны қызып тұрған майда піскенге дейін қызартып қуырып алатын боламыз. Мінекей бізде көктемге орай осындай әдемі көк самсалар дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, комментарий және лайк басуды ұмытпаңыздар.